Құрметті тыңдармандар, дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклын жалғастырамыз. Анар ханым, ендігі айтар тақырыбымыз уәжсіз ауытқулар. Бұл жайлы не дер едіңіз? Самат, бұл уәжсіз ауытқулар бәрімізді шаршатты. Уәжсіз ауытқулар енді біз алдыңғы тақырыптарды ашқанда да айтқан тұғын едік. Мынау әсіресе журналистердің тіліндегі осындай ауытқулар жұртшылықтың наразылығын көп тудырады. Өйткені оны неғұрлым көп аудитория тыңдайды ғой. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, қазір той жиындарда да сөйлеп тұрған адамның дыбыстауында қателіктер болса, бір түрлі басқаларын білмеймін, өзім ыңғайсызданып отырмын, қабая мына кісінің сөзді дұрыс айтпай тұрғанына деп, Онда уәжсіз ауытқулар деген ешқандай физиологиялық кедергі болмағандықтан ауытқулар, яғни ол адам тілдің тілдік ұжымның нормасын сақтамай, әдейі бұзғандай ғой. Сол тілдік ұжымның өкілі, және оны әдейі деп бұзып тұрған жоқ, яғни ол ережелерді білмейді деген сөз. Уәжді ауытқулардың ішінде, уәжсіз ауытқулар туралы айтқан кезде, уәжді ауытқулардың ішіндегі бір себепті, тағы да бір себепті айтуды ұмытып кетіппін. Арнайы сөзді бұзып айту. Адам ережені білет, бірақ бәрібір оны біле тұрып сөзді бұзады. Мысалы, енді оның бір ғана мысалы қазір ойыма кеп тұр. Мысалы, бауырым деген қазақша сөз бар, Бірақ мынау жоқтау айтқан кезде, мысалы, жақын адамы қайтыс болғанда, ер адам жоқтау айтып кіреді ғой үйге, сол кезде бауырем деп келеді, Бұны енді фоносемантика дейді, бір кішкентай дыбыс үлкен семантика арқалап тұр. Ол жердегі бауырым дегендегі дыбысын қылдырып өзгертіп айтуы, жұртшылықтың назарын аударуы, өзінің қайғысына назарын аударуы, қаншалықты оның қайғысы үлкен екенін көрсету үшін әдейі жасалған тілдік әрекет ретінде қабылдану керек. Бұны уәжді ауытқулардың қатарына жатқызамыз. Бұны енді уәжсіз деп айтамаймыз. Ал енді уәжсіз ауытқулар, ол норманы білмеуден, яғни дұрыс тілді үйренбеуден болады. Немесе өзінің сол сөйлеп тұрған сөзінің тыңдарман үшін қолайлы болуын ойламаудан шығады. Мәтінді сізге береді. Мысалы, сіз дәріс оқып тұрсыз, мәтінді бірақ та дәрісіңізді оқып айтып беріп тұрсыз, жатқа білмейсіз. Соны сіз қағаз бетінде қалай жазса, әріптерді тура сол әріптер сияқты дыбыстасаңыз, ол уәжсіз ауытқу болып саналады. Оған мысалдар келтіретін болсақ, оны біз алдыңғы сабақтарда да айттық. Мына қазақтың дыбыстарының варианттары болады, әртүрлі вариациялар болады енді ғылыми тілде. Енді оларға жеке тоқталып жаттық, дегенмен бір сөйлеп тұрған кісінің осы кісі қазақ тілін білгенмен қазақтың ауызша сөзін көп естімеген адам екен-ау дегенді менің құлағым бірден аңғарады. Сөйтсем, қазақи ортада өскен басқа қазақтарда осындайды бірден аңғарады екен. Оның себебін тілтанушылар енді көрсетіп берген. Ол мына варианттар мен вариацияларды дұрыс айтпау. Мысалы, қазақтар екі дауыстының ортасында, үнді мен дауыстының ортасында, ұяң мен дауыстының ортасындағы б дыбысын тоғысыңқы б ғып айтпайды. Екі ерін бір-бірімен жымдастырып, тоғыстырып барып айтпайды. Мысалға, қандай сөз? Мысалы, абай, қарабай деген сөздерді қараңыз, б-мыз біздің тоғыспайды бұл жерде. Ал бұзып айтсақ абай десем, абай, қарабай десем, сіз мені ойлайсыз. Мына кісі орысша оқыған екен ғой деп ойлайсыз, Абай, қарабай. Бұл кездегі б жуысыңқы б болады. Сіздің ерніңіз бір-біріне жабысып қалмайды, арасында бір қуыс пайда болады да, содан ауа сүзіліп шығады. Абай, қарабай деп. Міне осындай норманы бұзу, ол уәжсіз бұзу болып саналады. Сол сияқты толып жатқан дыбыстық өзгерістерді сақтамау. Сонан кейін енді бір қызығы бар, мысалы, жаңбыр деген сөзде айтылады. Бірақ соны жамбыр деп айтады. Жамбыр. Осындай сияқты норма бұзушылық бар. Одан кейін ауызша сөздің өзі стильдік тармақтарға қарай нормалары да болады. Егер мысалы сөйлеу стилі ол күнделікті қарым-қатынас стилінде сіз сөзіңіздің аяғын жұттық қойсаңыз да бола береді. Ол норма бұзушылық болып саналмайды. Болады, барады, дейді деп айта салсаңыз болады, жарайды.
деп. Ал егер сіз теледидардан сөйлеп тұрсаңыз, ресми қатынастағы стильдерде, кітаби стильдерде, яғни публицистикалық стильде, көркем әдебиет стиліндегі ауызша сөзде, ғылыми стильдің ауызша стилінде сіз аяғын сөзіңіздің жұтпауыңыз керек. Бұл да егер осыны жұтып жаңағы сөйлеу стиліндегідей айтсаңыз, орфоэпиялық нормадан ауытқудың уәжсіз түрі. Тағы бір нәрсе бар ғой, мысалға ақпарат жылдам жету үшін, тез қабылдау үшін адам болады, келет деп айту керек деп телеарналарда соны талап етеді. Болады, келет деп айтуға болады, бірақ та мен сол кезде жас боп ең алғаш рет телеарнаға келгенде неге мен олай айтуға тиіспін, болады, келеді деп сұраған кезде, сонда бір үлкен кісі маған айтты, ол ақпарат жылдам жетеді, болады, келеді дегенде адам. Ондай қысқарту, бұл жерде босаң норма дейді. Норманың өзі қатаң норма, босаң норма деп бөлінеді. Бұл жерде болады, келеді дегендерді біз босаң нормаға жатқызамыз. Ақпарат неғұрлым тез арада тез жеткізетін жағдаят болса, солай айтасыз. Ал енді мысалы неғұрлым салмақты, елбасының бір тапсырмасы, немесе бір бүкіл жұрт дұрыс түсінуге тиісті өте бір маңызды құжатты сіз теледидардан немесе радиодан оқу керек болса, сіз ондай стильді қолданбайсыз. Сіз жаңағындай тез сөйлеу стилін қоясыз да, ол жердегі орфоэпиялық нормалар кішкене басқаша реңк ала бастайды. Ол кезде сізде қатаң нормалар көбейеді, яғни сіз сөзді неғұрлым толық айтуыңыз керек болады. Енді мысалы сөйлеу стилі сәлеметсіз деп салады, амандаса салады, сәлеметсіз деп. Кейбір дыбыстарды түсіріп. Ал енді сіз теледидардан немесе радиодан сөйлеп тұрсаңыз, немесе студенттер алдында бір лекция оқып тұрсаңыз, дәріс оқып тұрсаңыз, сіз сәлеметсіздер ме деп дыбыстардың бәрін толық айтасыз. Түсінікті. Көп рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.